Саламатсыңдар балалар. Бүгін сендерге 2-ші сыныпқа арналған көркем еңбек сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы су асты әлеміне саяхат. Сабақтың мақсаты бұйымдар мен заттардың бетін безендіру, салпыншақ ойыншық жасау жолдарын үйренеміз. Балалар, теңіз әлеміне саяхат бейне жазбасын көреміз. Сабағымызды бастамас бұрын қауіпсіздік ережені еске түсірейік. Қайшымен жұмыс жасағанда алмастарын айқастырып қойған жөн. Желімді ауызға салуға болмайды. Жұмысты аяқтаған соң қолды жууды ұмытпаймыз. Сабаққа қажетті заттар: қайшы, желім, түсті қағаз, сызғыш, қалам. Балалар, мен сендерге жұмыстың жасалу жолын көрсетемін. Сендер мұқият қарап менімен бірге жасауға тырысыңдар. Ол үшін бізге балалар қатты түсті, түрлі түсті қағаздан ұзындығы 25 сантиметр, ені 1 сантиметр етіп, бірнеше тілше қиып дайындап аламыз. Сол тілшеміздің ішінен 2 дана тілшені алып, бір-біріне жалғап шеңбер жасап аламыз. Шеңберіміз дайын болды. Ендігі керегі балалар бізге балықтардың бейнесін жасау, яғни түрлі түсті қағаздың жұмсақ түрінен алып, оны 2-ге бүктейміз. 1, 2. 2-ге бүктелінген түсті қағаздың бетіне біз балығымыздың бейнесін салып аламыз. Балығымыздың бейнесін әдемілеп салып аламыз дағыны. Не салып алдық. Енді осыны мұқият сызықтың бойымен қиып шығамыз. Балалар, жаңағы 2-ге бүктелінген түсті қағазымыздан бізге 4 дана балық шықты. Енді осы балықтарымыздың көзін жасап аламыз. Балықтарымызды осы тәсілмен неше түрлі ғып мынадай етіп қиып алуымызға болады. Енді дайын болған тілшемізге балықты жапсырмалаймыз. Міне, осылай бірнеше етіп, мынадай етіп жапсырып, дайындап аламыз алдымызға. Дайын болған балықтарымызды, шеңберімізді қолымызға аламыз.
Külçemizге жерімді жағып, шеңберді айналдыра жапсырмалап шығамыз. Балықтың арақашықтығын сақтаймыз, бір-біріне тиіп қалмасын. Міне балалар, осылай айналдыра жапсырып шығамыз. Ендігі бізге қалғаны осы шеңберімізге жіп байлаймыз. Жібімізді мынадай етіп дайындап аламыз. Осы жібімізді шеңберге әдемілі мұқият байлаймыз. Жібімізді байладық балалар. Енді жоғары жағынан ұстап, міне біздің салпыншақ ойыншығымыз. Не балалар, біздің салпыншақ ойыншығымыз дайын болды. Балалар, сіздерді сабақты жақсы түсінді және жасады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.